Бұдан соң облыс әкімінің жұмыс сапары Темір ауданында жалғасты. Мұнда да аудан әкімі Асқар Жүсіпәлиевтің ауданның дамуына қатысты. Жыл бойы атқарған жұмысының есебі тыңдалды. Ауданның әлеуеті, діни ахуал, саяси тұрақтылық, жол жөндеу, жұмыспен қамту мәселелері кеңінен айтылды. Темірде аудан халқының саны 38 мың адам. Әкім есебінен түйгеніміз тұрғындарды ауыз сумен қамту 86%-ға, газбен қамту 83%-ға өскен. 1,5 астам кәсіпкерлік нысаны 3 мың адамды жұмыспен қамтып отыр. Тәуелсіздік жылдары 14 мектеп, 11 балабақша, 7 мәдениет ошағы салынған. Ауыл шаруашылық саласында 7 кооператив, 273 шаруа қожалығы бар. Өткен жылы фермерлерге 200 миллион теңге субсидия берілген. Тұрғындардың дені мұнай-газ саласында жұмыс жасайды. Облыс әкімі Мұнайлы ауданының тұрғындарын кәсіпкерлікпен, ауыл шаруашылығымен шұғылдануға шақырды. Таңертеңнен кешке дейін мұнай деп мұнайға қарап отыруымызға болмайды. Оның үстінде кешегі мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында да айтылды. Егер біз бәсекелікке қабілетті дамыған мемлекеттердің қатарына қосыламыз десек, онда басқа салаларды дамытуымыз керек. Аудан басшысы Асқар Жүсіпәлиев есеп берген соң сөз кезегі тұрғындарға тейді. Жұмыссыздық, жол салу, газ тарту, көп қабатты үйлерді терможаңғырту арқылы жөндеу сияқты сұрақтар көтерілді. Орталықта асфальттап жібергенше Қазауылда бір асфальт әкеліндірсіз, Қазауылда шоқалақ дым жоқ Қазауылда. Бір көше асфальтта жоқ. Ана Шашуға дейін свет бар, ар жағы свет жоқ. Ана біз Алма Оразбай көшесінде тұрамыз, бір свет жоқ. 8 көше осы елді мекенде асфальттанады. Оған жаңа жобалық сметалық құжаттар бәрі де дайын. Сол себептен бұл жұмыс жылдан жылға жалғасып отырады. Біздің үйімізді ремонтқа кету үшін общий техпаспорт мен земельный актісі керек екен. Сол үшін ремонтқа кете алмай тұр 5 қатарлы үйімні. Культураның жанындағы 5 қатарлы үй. Төбе ағып тұр. Подвал боқ судан толып тұр. Неше осы 25 жыл болады осы. Бұл термомодернизациямен ақша сұрап отыр. Қазір енді ондай қаржы жоқ. Оған кондоминиум құру керек, КСК құру керек. Бұл болашақта бұл жұмыстармен жұмыстанамыз. Есептік кездесуді облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қорытындылады. Ол ауданның өткен жылға әр сала бойынша көрсеткіштері биылда жыл соңында төмендемеу керек деп міндеттеді. Бұдан соң өңір басшысы Темірдегі кәсіпкерлік нысандарының жұмысымен танысты. Аудан орталығындағы наубайханада мемлекеттің қолдауына ие болған кәсіпкер жоспарларымен бөлісті. Ыстық нан ғана емес, нан өнімдерінің өзге де түрлері тұтынушыларының көңілінен шығып отыр. Жұлдыз Алмасқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан.